Қайырлы күн, бүгін сіздермен фаршированный перец жасаймыз. Жасалу жолы өте жеңіл. Сіз де осы рецепт бойынша қарап жасап көріңіз. Бізге тіркеліп алыңыз және міндетті түрде видеоға лайк басып, өзіңізге сақтап қойыңыз. Ең алдымен фаршымызды алып, үстіне тұз, бұрыш қосамыз және сарымсағымызды қосамыз. Сосын күрішімізді суға 10-15 минут қайнатып аламыз да, соны қосамыз. Сосын жақсылап отырып, дәл осылай етіп араластырамыз. Қолдарыңызды жуып алып, таза қолмен араластыра берсеңіз болады. Менде перчатка болмады, сондықтан салафанмен араластырдым. Енді перецтеріміз жақсылап жуып, ішін дәнінен тазалап аламыз да, осылай фаршымызды ішіне салып шығамыз. Достар, видеомен міндетті түрде таныстарыңызға, туыстарыңызға барлығына жіберіп, ссылкасымен бөлісіңіздер және бізге тіркеліп алыңыздар. Өте жеңіл, тез жасалатын рецепттер біздің каналда болады. Сол үшін тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Міне осылай перецтің ішіне барлық фаршымды салып дайындап қойдым. Енді майымыздың үстіне сәбізімізді және сарымсағымызды қосып, аздап қуырып алып, біраз томатымызды қосып, үстіне су қосып, жақсылап отырып, осылай араластырамыз. Енді үстіне жәнегі дайындап қойған фаршированный перецтерімізді саламыз. Барлығын дәл осылай етіп салып болғаннан кейін үстіне тағы да біраз суымызды құйып, крышкасын жауып, қайнатуға қойып қоямыз. Міне біздің фаршированный переціміз уже дайын, өте дәмді, тез арада осылай дайын болып шығады. Рецебті міндетті түрде описанияда болады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап, комментарийға қалай шыққан туралы жазыңыздар. Және видеоға лайк басып қойыңыздар. Бізде осындай рецепттердің түрі өте көп.